Азаматтар екеуде. Сондықтан бірден грузиялық файтер 8 бұрыштың ортасына қожалық етіріп алға ұмтылыс жасады және тамаша бір шабуыл қазір Сосланның орындауында. Ал Айболат әзірге артқа шегіншектей жүріп, қолының ұзындығын жақсы пайдаланды мына тұста. Оң қолмен тамаша соққы. Дегенмен грузиялық файтердің қарқыны қатты секілді. Алғашқы раундтан бастап-ақ Жұман ұмтылысын көрдің ғой енді. Грузиялық спортшының көрініп тұр. Жекпе-жекті уақыттан бұрын аяқ тағысқа келетінін. Бірақ Айболатқа ол қарсыласын арам қашықтықты сақтау арқылы міне осылай жұмыс жасау керек. Бірақ өкінішке орай тейкдаун беріп қойды. Жақсы бір жемісті тейкдаун болды қазір Сослан Гасиеви тарапынан. Айболат Мұратұлы қорғануға мәжбүр және мына тұста қарашы, оп-оңай ғана. Тағы да жасалған тейкдаун өте оңай. Бұл енді Мұратұлының қорғанысы сәл де болса нашарлау секілді. Енді жекпе-жектің бастамасы кішкене өз-өзіне келмеген секілді әлі. Жекпе-жектің болып атқан. Бәлкім осы жекпе-жектің қарқынын сезіне алмаған секілді. Мүмкін, ол да болуы мүмкін. Өйткені Гасиевидің өте бәрі келді. Қараңыздар, қолына ауырту тәсілін жасап көрмек Мұрат Гасиев. Айболат Мұратұлының қолын қайыруға тырысты Сослан Гасиеви. Қайткенде де мына қысылтаяң сәттен жол тауып егер шығып кететін болса, Мұратұлы бірден жоспарын өзгерту қажет секілді. Айболат файтерге қазір өзіне тиімді позиция алған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені мына положениеден шығу керек. Өйткені өте қауіпті позициялардың бірінде жатыр. Ал грузиндық спортшы өзіне тиімді сәтті пайдаланып, өзінің соққыларын Айболат бауырымызға дарытуда. Сол себепте көре жатармыз. Бұл тұста қазір ардақ жанкүйерлер Айболат Мұратұлы дегенмен қарсыласының қолын байлап, оған бір еркінсіп қимылдауға барынша мүмкіндік бермеуге тырысады. Дегенмен қазір Гасиеви оңтайлы позицияда. Қаншалықты бәлкім қазір шынтағын іске қосар. Осындай ауыр салмақтың өкілдерінің бағыттаған әрбір соққысы ауыр болатыны түсінікті. Сондықтан олар да дәлдеп ұруға тырысады. Міне қазір Айболаттың жасап жатқан әдістері өте сапалы. Қолын байлап қарсыласына өзін ұрғызбауға тырысып жатыр. Ол үшін қолайлы сәттердің бірі болып жатыр. Қазір егер ешқандай қимыл болмаса, төреші екі спортшыны қайтып стойкаға тұрғызу мүмкін. Егер төреші араласатын болса, бұл Мұратұлы үшін жақсы бір мүмкіндік туатын еді. Шаршаған секілді грузиндік спортшы. Біршама күш жұмсап қойды ғой. Дегенмен тұрғызды. Міне төреші дұрыс жасады. Өйткені ешқандай қимылсы жоқ. Енді жаңа шегіншектей жүріп Айболат Мұратұлының осындай алыс қашықтықтан бағыттаған соққылар тамаша дарыған еді қарсыласына. Қазір сол қолмен жасаған тамаша соққысы өтті. Өте жақсы джеб. Шынымен Айболат Мұратұлы қазір өзінің қарқынының осы жекпе-жектің дәмін сезе бастаған секілді дәлдеп ұруға тырысуда. Соққылар да жемісті. Ешқандай асығыс қажет жоқ Айболатқа. Өте жақсы. Міне керемет. Тамаша. Грузин спортшысы шаршаған секілді. Жаңағы Сослан Гасиевидің Жұман өзің айтқандай шаршағаны байқалды. Керемет. Және қорғануға ешқандай мүмкіндігі қалған жоқ. Сослан Гасиевидің шындығында